Моргта Мадинеге таласты олар. Мейтті алып кетеміз деп, жақсы жерден жер алып қойыппыз деп. Ол жеріңе өздеріңнің біреулеріңді көме салыңдар дедік біз. Сағат 3-те бір жерлемекші болған, бір күн бұрын қайтыс болған Мадинаны 3-те моргтан әкеп жерлеп тастамақшы болған. Сағат 5-те жерлеп тастамақшы болған. Содан кейін біз баратқанымызды естіген, сосын таңғы 7-ге жерлеп тастамақшы болған. Таңғы 7-ге де жерлеп тастамақшы болғандары жаңағы жасырмақшы болды да, телодағы сонша көгерген жерлер, ұрып өлтіргендерін деп ойлаймын да мен. Шахла екеуміз кірген кезде олар артымыздан кіріп, біз сіз кірмейсіздер, көрмейсіздер деді. Көрем, шығарып жібердім да есікті жауып, қызыңды көрдің бе десем, бұл екі әйел сүйеп әкелді, дұрыс көрмедім деді. Онда қорықпайсың ба дедім, жоқ деді. Ашып көрейік дедім. Аштық, бетін ашсам жаңағындай көк ала қой, бет аузын көрмейсің, көре алмайсың, мына жерлері көгеріп кеткен, беттері көгеріп кеткен. Сосын бұған айттым, барлық жерін ашып көрейік пе, қорықпайсың ба дедім тағы да. Көрем аяпа деді. Аштық, тұла бойы көгеле қой, аяқтары тырналған, қолдары тырналған, тырнақтардың арасы кір-кір жерде жанталасып неғылған болу керек, сүйреген болу керек, оны өлтіріп алды деп ойлаймын. Аяқтары тырналған, аяқтарының тырнақтары да кір-кір, шаштары сабан-сабан, шөп-шөп. Содан мен өзім тек бас жағын ғана фотоға алдым дағын, тұла бойыны алмай шығып кеттім. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз, киімдерін алып кетсінші. Аяқ киімеге де сонда Түсірім. Басыны жүргендерін бәрін түсіріңдер. Тергеуді аяқталмай айыптар басталып жүр ғой. Аты жөніңіз кім сіздің? Сұрап ал бәрін. Мына журналистің атын шақырған аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Аяғымен басып кіріп жүрген. Үшеуі де кімді бәрін. Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапты тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу басталды. Менің ойымша сұхбат бермейміз өзіңіз. Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Экспертизадан кетеміз. Қалай экспертиза? Сіздікінде халыққа жеткізейік та халыққа. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Сіз өзіңіз журналист шақырып қойдыңыз ба? Қайда жүрдің? 2 жыл тұрды ғой осы жерде қызым. Өзбекстанда үйренді көбіне. Маған өтірік айтма, сенің құжаттарың жоқ. Өзбекстанда құжаттайды. Неге өтірік айтасың? Ұятсыз. Адам өлтіріп отырсың, ол кім ұятты, кім ұятсыз. Сен адам өлтіріп отырсың. Адам басына етіп отырсың. Мен адаммын, Құдайдың алдында ақпын. Сенің алдында ақ боласам да. Құдайдың алдында мен ақпын. Елуге барды. Бағанда бұл кісілер жақтан шыға алмай. Есем ашып тұрған жоқ. Ұрдың. Айдай қызым тиіп өлтіріп отырсың. Сен ұрдың мені. Ұрдың сен. Оламасаға мен қызым өліп кетіп отыр. Өліп кетіп отыр. Соған сен дәметіп еттің. Соған дада olsun. Сен жібердің соған. Сен өлтіріп соны. отырсың. Сен. Сен Қойдың izin балаңа. Қызыңа бір мейірім бермегенсің. Сен істедің соны. Машайнаққа. Сен істедің соны. Чемоданды тауып бер маған, чемоданды. Бергендер. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз, киімдерін алып кетсінші. Енді бұлар тергеуді сыйлаған жоқ. Мына журналистің атын шақырған аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Үйге аяғымен басып кіріп жүрген. Үшеуі де кімді бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапты тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу басталды. Менің ойымша сұхбат бермейміз өзіңіз. Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Экспертизадан кетеміз. Қалай экспертиза? Біз сіздікінде тыңдайық. Сіздікінде халыққа жеткізейік та халыққа. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Адам айтыңызға балқылып бәйтелі шорман ералы мүсіріп қартықтырызына бағыштан тоқын өмірден тоқын апам әділкел Балтыбек келін ұрқына бағыштарына атам рыскелді
Азамбек Омаровна бағыштадым. Атам Бақытбек Малгелдіұлына бағыштадым. Ағам Нұрпезент Малгелдіұлына бағыштадым. Басқа да дәметкен ағалықтарына бағыштадым. Келіншегім Мадина Рашидқызына бағыштадым. 98 жайлы топлауға топ болды. Апам Әділкел Бақыбек келінеріне бағыштадым. Атам Рыскелді Азамбек Омаровна бағыштадым. Атам Бақытбек Малгелдіұлына бағыштадым. Ағам Нұрпезент Малгелдіұлына бағыштадым. Басқа да дәметкен ағалықтарына бағыштадым. Келіншегім Мадина Рашидқызына бағыштадым. 98 жайлы топлауға топ болды. Телефон арқылы дейді ғой, сол телефонды сындырған дейді. Жаңағы күйеу бала аямай ұрған ау деймін. Сен қызымның денесінің бәрі Көккүмбек, әкесі екеуі кірді. 26 шілде күні дүниеден озды. Мен бұл хабарды сағат 10 мен 11-дің арасында үлкен қызымнан естідім. Мамау Гүлмираның қолын сындырып тастапты деп. Сонымен мен дереу сағат 11 мен 12-ның арасы ау деймін. Таксиге мініп жолға шықтым, жаным шыдамады. Қай уақыт екені есімде жоқ. Әйтеуір таксинің ішінде отырғанда атасы хабарласып, Гүлмирадан айырылып қалдым деді. Мен қызымның дүниеден озғанын тек қана моргқа кірген кезде ғана көзім жетті. Кірсем, қызымның денесінің бәрі Көккүмбек, әкесі екеуі кірдік. Әкесі екеуіміз кірдік моргқа. Сондағы себебі анығын білмей жатырмыз. Телефон арқылы дейді ғой, сол телефонды сындырған дейді. Сонымен жаңағы күйеу бала аямай ұрған ау деймін. Бірақ күйеу бала ешқандай жауап бермей жатыр. Мен кінәлі емеспін деп. Қызымды ешқандай дос жорандарымен де араластырмаған. Енді бұндай кезде қандай жағдай болатынын өздеріңіз түсінесіздер. Мен әлі есімді жия алмай жүрмін. Мен сіздерден бірақ өтініп сұраймын. Күйеу баламның жазасын әділ шешулеріңізді. Ал күйеу бала мойындап отқан жоқ. Мен кінәлі емеспін дейді. Енді оның айтқан сөзін айтпай қояйын. Сіздер дейді, бір аптадан кейін құдалық тойлап, жаңа тойлайсыздар деген мағынада айтып отыр. Менің қызымның артында кішкентай 2 балапаны қалды, 3 жасар. Сіздерден өтініп сұраймын, күйеу баланың жазасын әділ шешулеріңізді. Мен Айдар Мұхаммед, қаза болған Мадина Рашидқызының туған туыстарына шын жүрекпен көңіл айтамын. Орын алған жағдайға байланысты айтқан сөздердің орынсыз болғанын түсіндім. Мадинаның өлімінен мазақ ету немесе оның жақындарының қайғысына құрметсіздік көрсету мақсатының болмағанын айтып, сол сөздерім үшін кешірім сұраймын. Марқұмның туған туыстарынан және осы сөздерімді көрген барша азаматтардан кешірім сұраймын. Мадина Рашидқызы иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Туған туыстарына сабыр тілеймін. Осы бейнежазбаны өз еркімен ешкім қысымсыз және мәжбүрлеусіз түсіріп отырмын. Бұрындары ата-аналар қызын күйеуге бергенде ешқашан қайтып келме, сол үйде сүйегің шықсын деп айтатын. Сол сөзді тура мағынасында түсінгендер көбейді ме, сүйек шығарып жатқандар көп. Әлде ата-аналар райынан қайтып сол сөздерін қайтарып алар ма екен? Қыз бөлек, ұят бөлек. Екеуін біріктіріп қайтып келсе қыз жаман деудің қажеті жоқ, оның дәуірі өтті. Қазір қайтып келу өзіңді өлімнен аман алып қалумен бірдей. Бұл қазіргі қоғамның бейнесі. Қызды қинап біреуге тұрмысқа берудің де, кеткен қызға ешқашан қайтып келме, не болса да көніп отыр деудің де қажеті жоқ. Оның заманы өтті. Қызың керек болса, құрметті ата-ана, әр қашан шешімді қыздың өзіне қалдыр. Қыздардың амандығы керек, қыздардың жайнап бақытты болғаны керек, қыздардың емін еркін тәттіні жеп, ешкімнен қорықпай өмір сүргені керек. Таңдаудан да, шешімді уақытында қабылдаудан да
қателеспейік. Мына Барниді мен жегім келмей қалды, жек көріп кеттім. Қазақ қызының құны бар ғой, осы 150-200 теңге тұрынша Барни. Сонымен бірдей болып қалды ғой. Мәселе Барниде емес, ситуацияға қарасаң қазіргі уақытта 19 жасар жас келіншектің өлімі жайлы. Негізі мәселе мынада болып тұр. Жігіттер мойындау керек. Көп жігіттер әйел затын, жалпы қыз баласын еркектен бір саты төмен көреді. Солай санап санасына сіңіп кеткен. Көп мәселе соған байланысты. То, что бір саты төмен не істесе де болады, ұрады, соғады дегендей. Мойындау керек оны. Қараңыз, ол келіншек негізі сіз алып жатқан жан жарың, ол сенің аманатың. Аманат деген ол екінші сортта тұрмайды. Негізі андай стереотипті алып тастау керек. Екінші бір саты төмен деген, ондай емес, өзімен қатар көру керек. Сенің ұрпағын жалғастырушы кім? Сол сенің жан жарың. Ол сенің аманатың, Құдайдың беріп отқан аманаты. Ол қызыңның анасы ол. Түсініңіздер.